Сонымен достар, бірінші мен рюкзагым как-то осылай көрінеді. Сіздер көріп отырған шығарсыздар, мен қазір ғана мектептен келіп, школьный формада сразу сіздерге видео түсіріп отырмын. Ендеше видеомызды бастайық. Ал ендеше рюкзактың алдымен өзімен танысып алайық. Біздің рюкзагымыз примерно осылай көрінеді. Қазір ғана сабақтан келіп, осы рюкзакты осы видеоға арнап дайындадым. Что сабақтан келген бойда қазір сіздерге көрсететін боламыз. Үлкен қалтасынан бастайық. Ең алдымен бұл рюкзактың ішінде кітаптар, яғни бізге болған бүгінгі сабақтың кітаптары, биология, ағылшын тілі, этнеш тарихы, физика, алгебра и қазақ әдебиеті деген пәндер болған болатын бізге. И вот поэтому мен ниетімдегімен осы менің ең сүйікті дәптерім, яғни ютубқа арналған идеалаған дәптер, және де осы черновик, және де осылай кітап қоятын доски. Келесі бізде осы пенал, менің пеналым. Как вы поняли, сіздер менің басты видеоны көрген шығарсыздар. Және де мұнда менің ең сүйікті заттарым текстовый выделитель, еще стикер. Все, достар, біз бірінші қалтасын босатып алдық, енді келесі қалтасына көшейік. Келесі қалтамыз бізде осындай кішкентай. Бұның ішінде бізде мен қатты жақсы көретін душ, тағы да какой-то губка, аяқ киімге арналған зеркало, айдан әрбір қыздың сумкасында болып жүрген, и салфетки. Там осындай кішкентай қыстырғыштар. Все, осымен біздің осы рюкзагымыздың қалталары аяқталды. Енді соңғы қалтасына көшейік. Бұл қалта негізінде менде телефон салуға арналған. Достар, менің сумкам уже босады. Менің рюкзагымда примерно осындай заттар бар. Сіздер менің рюкзагымды көрдіңіздер. Ендеше келесі видеоны күтіңіздер. Бүгінгі видеода мен осылай болдым. Келесі влажный салфетка, анау-мынау деген заттардың бәрі менің қалтамда жүреді всегда. И вот поэтому осы жаңа заттар шықты. Сонымен достар, бүгінгі менің видеом аяқталды. Егер видеоны ұнаса лайк басып, менің арнама тіркеліп, қоңырау шынын басуды ұмытпаңыздар. Келесіде көптеген видеолар шығатын болады. Менің арнамда видеомды көргендеріңізге рахмет. Келесі видеода кездескенше, всем пока.